екінші әйел алу үшін бірінші әйелдің жағдайын жасап қою керек, дұрыс па? Жағдай жасау деген жоқ, олай айтпаймын мен, жағдай жасау керек деген. Жағдай өзі жасалына береді ғой. Неге? Екеуі тең болу керек, әлеуметтік тұрғыдан екі әйелге де дұрыс қарау керек деген дүние бар ғой. Теңдік келеді ғой, уақытысымен келеді. Ол күтетін болсаң, жаңа жасың 40-қа келу керек. Әбден жағдайың жасап. Жоқ, ертеңгі күн екі әйел алу, үш әйел алу деген тек байлардың еңбегі болып кетпей ме? Жоқ, негізі екі әйелмен өмір сүру үшін жаңа теңдікке келетін болсақ, ақшаң өте аз болған жақсы. Егер де күніне 20 мың теңге ақша табатын болсаң, рахат, әділдіктен айнымайсың бұл жерде. Оп-оңай. 10 мың теңгесін өзіңе арнайсың. Мысалы, таксистерде көп екі әйелдер. Негізі күніне 20 мың ақша табады да, 5 мың теңгесін бір әйеліне береді, 5 мың теңгесін бір әйеліне береді. Қайда жетеді ол? Жоқ, жалпы енді мысал ретінде айтып отырмын, жарайды 40 мың теңге деп айтайықшы. Алиментация толық емес. 40 мың теңге деп айтайық. Енді таксистердің табысын айтайын да. Ол кезде қайда әділдік өте жақсы да, мысалға да. 10 мың теңге бір әйеліңе бердің. Жарайды, 15 мың теңге бір әйеліңе бердің, 15 мың теңге бір әйеліңе бердің де, өзіңде 10 мың теңге ақша қалды. Бұл жерде теңдік қайта өте жақсы. Енді сонда жалпы әйел заты жаңағы еркектің қасында болу үшін міндетті түрде еркек жағдайын жасап тастау керек, ауыр жұмыс істеу керек, жағдайды туралау керек, үй әперу керек, машина әперу керек, еркек дейді. Сөйтеді де теңдік келген кезде тең болу керек дейді. Қай жер тең? Тек айқайлайтын кезде ғана тең болу керек пе? Сонда түсінбеймін.